Түрлі халықтарды бірлестіре тұғын. Үрп-әдетлерді өзінде жәмлеген Наурыз байрамы неше жылдар davomында әулеттен әулетқа өтіп, барлық орындарда жоғары рухта өткерілмекте. Атап айтқанда, Ташкент қаласында жасап, жұмыс іскерлігін давам етіп отырған ташкентлік қарақалпақстанлылар бұл байрамды өзгеше рухта күтіп алды. Миллилік, түрлі халықтарға тиесілі болған ескі бұйымлар, тағыншақлар. Әлбетте, бұлардың хаммесі көрген көзді қуантады. Ташкент қаласында өткерілген шын мәнінде байрам сейілінде міне осындай көргізбелер қатынасушыларға інәм етілді. Дәслепкі күні Наурыз байрамының милли тағамы есапланған сүмелек пісіріліп, халқымызға тынышлық, ауызбіршілік һәм өзара татулық сияқты жақсы тілектер білдірілді. Айрықша айтуымыз керек, осы жылда бұл байрам ташкентлік қарақалпақстанлылар тарапынан осындай жоғары рухта көркемдестіріліп, бұнда түрлі тарау һәм милләт вәкілдері бір мәнзілге жан болды. Тыныштықтың шарапаты менен, құрметті президентіміздің қолдауыменен Ташкентте жасайтұғын, яғни Ташкент қаласында жасап отырған, һәм Ташкент уәлаятында жасап отырған қарақалпақстанлықтардың үлкен Наурыз байрамы. Біз білеміз, Өзбекстан халқы көп милләтлі халық. Бүгін Қарақалпақстан да көп милләтті халық, соңымен бірге. Бүгін бұл байрамда тек қарақалпақлар емес, өзбек, татар, қарақалпақ, қазақ, түркімен һәм басқа да милләт вәкілдері осы байрамда қатынасып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, бұл ұлы байрам, бұл бүгінгі белгіленіп отырған байрам тек қарақалпақлардың емес, достық байрамы деп айтуымыз мүмкін. Яғни тек Наурыз байрамы емес, достық байрамы да. Бүгін міне көріп тұрсыз, сами көтеріңкі кейпиятта Наурыз байрамын белгілеп жатыр. Кеше сүмелек сөзіліп, бүгін халыққа тарқатылды, хаммеге тегіс жеткізілді, дастархандарға тартылды. Халықтың кейпияты көтеріңкі, хаммесі мемлекетіміздің басшыларынан міннеттар. Себебі тыныш ел. Тыныш елде неге жарасады? Хақиқаттан да байрам жарасады. Сүмелек сейілінің екінші күні хақиқи байрам ләжіне ұласты. Көп жылдардан бері Ташкент қаласында өз іскерлігін алып барып отырған замандастарымыздың жүздерінен туылған жерге деген мехір мұхаббатты сезу, сондай-ақ милли үрп-әдеттерімізді асырап абайлап, келешек иелері болған жастарға тереңірек үйретіп отырғанлығын көруіміз мүмкін. Matur hayır kaydağa bizim sevir yar Her жылы ауызбіршілікпенен өткеріп атырған Наурыз байрамын мінекей бүгін өткеріп атырмыз. Біздерді мінекей көркемөнер қайраткерлері осы Қарақалпақ халқына милли фольклор байрамымыз бұл, милли байрамымыз. Осы байрамға көркемлік жақтан басшылық қылып атырмыз, өткеріп атырмыз. Бұл жерде мінекей арқан тартыспақ, ләңгі тепіспек, мінекей қарақалпақлардың хақиқи ойындары, қалай берсе Қарақалпақтың фольклорынан және де мінекей айдар кесу, қыз ұзату тойы, қызды алып шығу, сондай бір милли нәрселерді қылып атырмыз. Хақиқатында да Ташкент қаласына жасаушы қарақалпақстанлылардың татулығын, қарым-қатынасын һәм олардың ауызбіршілігін тәмінлеуде міне осы байрам ахметли есапланады. Жоғарыда айтып өткеніміздей бұл ләжға барлық тарауларда жемісі менедетіп отырған замандастарымыз қатынасты. Бақшылық санатын, қосшылық, ойыншылық санатларын көрсетіп жатыр. Халыққа інәм етіп жатыр. Ташкент шәһәрінде болса да біздерді халқымызды әмме жақсы көреді. Мен өзім Өзбекстан дәулет санат мәдениет институтының доцентімін. Неге балаларымыз, ақлықларымызға үйретіп жатырмыз халқымыздың үрп-әдет салт-дәстүрлерін. Біз одан жүдә әм қуаныштымыз. Неге балаларымыз халқымыздың қосқыларын мен мәселен сол фұрсаттан пайдаланып айтуым керек. Әлбетте басқа вилаят балаларына да Қарақалпақ қосқыларын үйретіп келіп жатырмыз. 51 жылдан бері жерде тұратын Ташкентлі қарақалпақстанлар, Ташкент уәлаятында жайтын қарақалпақстанлар hamımız birgelikte bir ata-anaның баласындай болып қатынасамыз, бірде барды келді қыламыз, құда әнде боламыз. Мен не демекшімін? Осындай ынтымақтылық қазіргі уақытымызда мемлекетте алып баратылып отырған саясатына біздер һәм уақытында қолдап қуатлаған hakkında миллеттер арасында достық, ынтымақтылық һәм мәселелерді бірге қолдап қуатлап мемлекеттің рауажылығында берген Қарақалпақстанның үлкен өзінің үлесін қосып жатыр. Наурыз айямының ұлыма халықлық байрам сипатында белгіленуі бекарға емес. Себебі бұл байрамды қайсы милләт уәкілдері қай жерде жасауына қарамастан өзара татулық һәм достық пен жоғары дәрежеде күтіп алады.